Мен басында вайнерлерге вайн жазатынмын. Мен сценаристпін негізі. Алматыға көшіп келгенде біз сценарий жазатынбыз. 7 каналға сериалдар, QL дейтін білесің ба? Мам пап үйленейін деп едім дейтін сияқты. Сондай нәрсе, скетчтар. Сосын вайнерлерге вайн жазатынбыз. Орысша, қазақша. Сөйтіп сондай жазып жүрген кезде вайн жазып бересің. Екі бала деп кәдімгідей бір-бірінің сөздерін жазып бересің. Сөйтіп вайн жазып жүрген кезде андай идея келеді. Неге мен біреуге вайн жазсам да өзім түспеймін дейтін ой келеді. Сөйтіп өзім бір видео түсірем. Ол кезде 2000-дай подписчигім бар. 10 000 просмотр жиналады. Былай ойлаймын, значит 10 000 көрді, значит 30 000 көреді. 30 000 көрді, значит 100 000 көреді деп есептеймін да. Сөйтіп былай өзіме миссия қоямын. 10 видео салам. Если 10 вайн. Если жақсы кетіп қалса, жақсы кетіп қалады, дальше больше кетемін осы темамен. Если просмотр жинамай, онша емес болып жатса, удалить ете салам. Ешкім менің вайн түсіргенімді білмей қалады деп ойлаймын да. Сөйтіп 10 видео түсірем. 6 000 подписчик жиналады. Нормально болып кетеді. Сөйттім да, онда болды. 1-2 рубрика тауып алдым. Болды. Осымен жүре берем деймін да. Түсірем, ананы түсірем. Сөйтіп примерно бір 60 000-ға дейін барды. 60 000-ға дейін барған кезде болды, но менікі сияқты деп ойладым да. Дальше больше кете берді. Қазір де сценарий жазушысың ба, негізі? Жоқ, қазір сценарий жоқ. Сценарий жоқ. Или өзіне жазғызасың ба? Жазғызасың ба? Иә. Біреуге ма? Иә. Өзіме ұқсайтын комфортный адамдар болса жазғызам. Там реклама, сондай нәрселер болса. Жоламан дейтін досым бар. Ол примерно түсінеді да менің өмірімді. Если реклама бірден келсе, мен осы примерно под меня жазып берші деймін. Под меня жазып береді. А былай стендапта барлығын өзім жазам. Болды сөйтіп. Сахнаға шыққан кезде ғана мен жаза алам. Мен былай өмірде отырып, мынандай шутка бит, осыдан кейін осыны айтам деп жаза алмайды екенмін. Мен темаларды жазып алам. Бірік деп темаларды каждыйын жазып аламын да. Сөйтіп сахнаға шыққан кезде бастаймын. Болды. Сахнада келе береді. Адам күледі ғой. Болды. Сол күлгеннен от алам да. Дальше больше мынандай бар. Мынандай болса ше деп. Полный бір жарым сағат, мысалы үшін стендапта выступать етем ба, 1,5 сағат өзім телефоныма түсіріп алам. Сөйтем да, үйге келем да, қарап отырам да, мына жерлерін алып тастаймын деймін да. Сөйтіп келесінде уже примерно бір 40 минуттай апарам. Потому что қалғаны так. Сөйтіп 40 минут и плюс новый 50 минут қосам ғой. Сөйтіп одан андайлар шығады да, мындайлар шығады да. Сөйтіп жазам. Былай отырып жаза алмайды екен бүйтіп. Отырып примерно структураны жаза аламын. Басында мынау туралы айтам да, ортасында мынау туралы. Сөйтіп соңында басындағын алып келем да, кішкене бит жіберем. И в целом концепциясы осындай болады. И шуткаларды сонда миссия қосам. Оның кәдімгі негізі шаблонный сияқты бір нәрсесі бар ма? Басы былай басталу керек, аяғынан да болса. Мысалы кинода бізде сценарийдің негізі шаблоны бар ғой, кругтың темасы, который там басында герой болады, потом ең соңында герой өзгереді деген сияқты. Ну, не үшін біз кино көреміз? Мысалы кино көрген кезде ұстап тұрады кинолар кейде. Потому что сен главный герой сені сопереживать еткізеді. Главный герой келе жатса таксиге үлгермей қалады, сен үлгерсе екен дейді. Ана қызбен кездесейін деп жатқанда кездеспей қалады. Сүйіссе екен деп сондай нәрселерді уайымдап отырасың ғой. Стендаптарда тоже адамды ұстап отыруың керек. Өзіңді неудобно сезінетін жерге алып барасың. Сол үшін мен қымбат ресторанында өзімді неудобно сезінемін. И алып барасың да сол жерге алып қоясың. Болды, адамдар қызық уже. Сен сол жерде қалай ұстайды екен деген. И солай битіп линияда соңына дейін шығар жібермеуің керек қой адамды. Сен сол үшін выступление басталды. И ортасында келе жатсың, и ортасында 20 минут кімнің андай досы бар дейтін нәрсені айтатын болсаң, керек емес адамдарға. Не істеймін біреудің досын андай деген сияқты. Там 3-4 шутка айтсам болады. 20 минут бойы там кімнің мынандай досы бар, еще андай достар бар ғой деп айта берсең қызық емес. Адамдарға сен өзің туралы айтқан қызық. Сен үшін сопереживать етіп отыр. Қойшы, сосын не болды? Ой, битпейсің ба дейтін. Адамдар битіп отыр. Пример ретінде біреуін айтып бере аласың ба, бір оқиғаны? Шығып қойған или давай мен заметкеден ашайын да. Көрші, мне кажется, қызық, өте қызық. Себебі біз қазір эксперттермен жұмыс істеп жүрміз ба, кәсіпкерлермен.
біз олардың әңгіме айту өнерін келістіріп жасай алмай жатырмыз да, қолдан келгенше жасап жатырмыз, сөз жоқ. Бірақ кейбір моменттерде бізге сценаристер керек болып жатыр да. Маған қазір сені әңгіме айту өнері шынымен де қызық болып жатыр, потому что үлкен просмотр, ол андай техниканы, дұрыс түсірілген камераны и так далее качестводан бөлек адамның әңгіме айтып соны ұстап тұру өнері ғой. Давай көрейік, қызық болады. Мен қандай шутка айтайын, мен сопереживать етіп отыратын ба или прям просто шутка айтайын ба? Лучше сопереживать етіп тұратын сол қызық сияқты. Ну, екеуінің қосындысы бар, короче. Да, кеттік. Бүкіл жерде сандардың реттілігі сақталады. Бәріміз білеміз, Сол үшін 1, 1-ден кейін 2, 2-ден кейін 2-ден кейін 3, 4, 5, 6 деген сияқты, 10, 10-нан кейін 11. Бүкіл жерде осы реттілік сақталады да, соннан басқа. Ана жол сонға барам. Уже ана жол сонға барам. Мен уже адамдар не үшін барады екен дейтін сияқты, уже ана жол сонға барам. И талон алам. 129 дейтін талон түседі. О, прикольно деймін да, отырам. И табличкада шығып жатыр. 125 4-ші колонкаға келіңіз дейді. Тұрады да барады. 126 2-ші колонкаға келіңіз дейді. Бүйтіп бара жатыр. 127 128. О, алдымда бір адам ғой деп бүйтіп тұрып отқан кезде 647 2-ші колоннаға келіңіз дейді ғой. И мен бүйтіп сасқалақтап қалдым да, мен алдымда 500 адам өтіп кетті ме, не істедім мен? Может, мен андай кинодағындай бүйтіп ұйықтап қаласың, тұрған кезде бүкіл әлем өзгеріп кетті. Может, сондай нәрсе болды. Қалай мен 129 санай алмаймын ағалар? Неге деп қол алып кетіп, не істерін білмей, орысша шығарайын десең да, орысша білмейсің да, зачем деп айтайын десең. Сөйттім да, не істерін білмей, тастадым да барып новый талон алдым. 650 деген. Потому что үш адамнан кейін 650 ғой. 647, 648, 649. Вот енді мен шығармын деп тұрып атқан кезде 129 дейді ғой бағанағы. Ёпты, оны қайда лақтырдым? Дейтін анаған барамда 129 іздеймін, мусорды ақтарып отыр охранникпен деген сияқты. И солай кете берсін просто. И солай дальше. Но добить етілмеген примерно осындай история бар. Или өзіңді ыңғайсыз сезінетін жерге апарып тастайсың. Мен мысалы үшін арықпын, фитнес залда өзімді ыңғайсыз сезінушім. Мен фитнес залға барған кезде адамдардың қасында жетіп зарядка істеп жатсаң, как будто біреу келіп немене саған көмектеспейді мынау деп ұрсып тастайтын сияқты да. Сен не істеп жатсың сен деп біреу келіп ұрсатын сияқты, деу качок келіп былай баршы үйде жата берші сен дейтін сияқты. Ештеңе көмектеспейді. Иә, дейтін сияқты. И солай өзіңді онша емес нәрсе ыңғайсыз сезінетін жерге апарасың да, уже адамдарға қызық болады. Там қымбат ресторанға барасың, не тамақ заказ беретінін білмейсің ғой. Қандай тамақ екенін де білмейсің аты. Фарфале дейді. Не ол, не бәле ол фарфале деген. Паста с грибами бір бәле деп жазып тұрады да. Фарфале жеймін дейсің да, саған басқа бірдеңе алып келеді өмірінде жемеген. Просто отырасың, не екен мынау деп.